Барлықтарыңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Мен атым Гүлім, және де бүгінгі тақырыбымыз біздің сөйлесетін ол қалдар туралы. Мені бұл видеоны түсіріп отқан себебім, мен өзімнің қалым бар еді. Ол бірінші жүктіліктен кейін пайда болды. Дәл сол роддомда пайда болды. Перзентханада жатқан кезде мына жеріме 2 нүкте пайда болды. Ол нүкте терінің астында емес, былай ұстағанда көрінетін, білінетін. Мен бірінші кезде роддомда жатқан кезде қолым тиген кезде бұл кір деп ойладым. Кір ма мынау деп былай ұстасам, кір емес екен, ол папиллома екен. Папиллома жаңа айтып өттім, бұл деген қалдың себебі күннен болса, папиллома ол папиллома вирусынан шығады. Егер сіз папиллома вирусы ағзаңызда болса, ол кезде сіз көбінесе сол папиллома вирусымен ауырасыз. Ол стресс жағдайында, жаңағы мен жүктіліктен кейін, жүктілік деген үлкен ағзаға стресс қой, соны туғаннан кейін сізде шығуы мүмкін папиллома вирусы. Немесе жүктілік үстінде болуы мүмкін. Немесе жалпы қыз кезінде стресс алсаңыз, бір қатты стресстер жағдай болса, сонда папиллома шығып кетуі мүмкін. Сондықтан мен дерматологқа бардым. Сіздерге мен видеоны көрсетем. Қазір дерматологқа бара жатқан кездегі видео. Бұл мен сіздерге көрсетіп отырмын, қай жерде орналасқан. Мына жерде мен сіздерге көрсетіп отырмын 2 папилломамды. Осы жерде мен осы клиникаға бара жатыр едім. Үшіншісі ана мойнымның мойнында тұр. Біреуі оң жағында, біреуі сол жағында. Қараңыздар, қандай үлкейіп кеткен кезі бұл. Сол кезде түсіріп алдым сіздер үшін. Барлығы жақсы болып шықты. Менде папиллома вирусы екен, ешқандай қатерлі емес, қал емес, үлкейіп жатқан қал емес, көбейіп жатқан. Өйткені бұл мен 3-ші жүктілік кезінде бұл 2 қалдың өзінен размері үлкейіп жатқанын білдім, өлшемдері үлкейіп жатқанын. Ол кішкентай нүкте тұр сияқты еді. Жүктілік пайда болғаннан кейін мына жақта 2 пайда, бұрынғысы өсті. Одан кейін мына жерде өзі кішкентай болып тағы да пайда болды. Сондықтан көбейіп жатқандықтан мен міндетті түрде жүктіліктен кейін алдырып тастаймын деп шештім. Смотрите, папиллома вирус, он попадает в организм, когда мы в период, в детском даже возрасте он попадает, и он в нашем организме остается в коже, в слизистых. При снижении иммунитета он активизируется. Иммунитет снижается обычно во время беременности, во время стресса, на фоне обострения хронических заболеваний. Также солнце может спровоцировать снижение иммунитета. То есть вкупе все вот эти факторы могут вызвать активизацию этого вируса, и он себя начинает проявлять в виде папиллом на крупных складках, на лице. Сами образования, конечно, безобидные, то есть они какую-то опасность серьезную для организма не представляют, но все равно ваш иммунитет постоянно затрачивается на то, чтобы подавить, да, то есть подавить их рост, подавить распространение, поэтому их надо вовремя удалять, чтобы помочь своему иммунитету. А вот образование может перейти на более такое рак? Такая теория существует, но она не доказана, она такая еще надо. Еще не доказано, да? Нет, они обычно не переходят во что-то злокачественное. А вот как злокачественные есть же, которые есть образование, как их отличить от того же для этого мы проводим дерматоскопию, это вот под большим увеличением мы смотрим образование. И уже по внешним признакам можно делать прогнозы. Определять. Вот надо 90% специалистам идти. Много мелких папиллом, да, то есть вы будете что-то мазать, вытираться, вода, то есть это все. Вот маленькие они могут, да, вырасти тоже так же, да? Могут. Ясно. Вы можете вот еще раз повторить после этой процедуры, как мы должны вообще ухаживать за собой? После процедуры на месте папиллом будут мелкие поверхностные рамки, которые сухие рамки, то есть кровить они не будут. И в течение недели обычно это все заживает бесследно, без шрамов, без рубцов. Хорошо.
бірақ алдында сіздер алдырып тастау өте оңай. Коагуляциялық түрі бар, ол күйдіріп алып тастайды. Мен лазермен алдым. Лазер деген ол өте, қалай айтсам болады, ағзаға жақсы. Жаңа мына жерде орындар қалмайды, тіліктің орнына қалмайды, ешқандай күйген орын қалмайды. Кеткен сайын тез кетіп қалады да, ешқандай орын қалмайды. Сондықтан мен лазерді таңдадым. Оны жасар алдында бұл қалды алуға болмай ма, алуға бола ма деген, алуға болмайтын қалдар бар. Әрине және қатерлі түрлері, алуға болмайды, түртуге болмайтын түрлері бар. Сондықтан мен дерматологқа барып сөйлестім. Сіздерге видеоны қоям. Дерматолог өзінің дерматоскопиясымен жаңағы көрді. Барлығы жақсы, тек бұл папиллома деп айтты. Папилломаны мен өз ақшасыма, өз қаржыма алдырдым. Ол сіздерге мен видеом ақпаратты болу үшін айтайын. Бұл біреуі 2000 теңгеден, 1000 теңгеден, 2000 теңгеден арасы сондай. Әр клиникада, әр жасайтын дерматологтың бағасы әртүрлі. Мен өз денсаулығым үшін жақсы клиникаға барғым келді. Сондықтан 2000 теңгеден екеуін алып тастадым. Енді сіздерге бір қызықты айтайын. Бұл жерде мен дерматологтың айтуынша мен үшеуін алып тастайын деп барғам ғой негізі. Олай емеске, менде мына жерлерде көп кішкентай нүктелер бар екен. Ол нүктелер көзге көрінбейді. Бірақ егер ұстасаңыз, былай ұстасаңыз, гусиная кожа деген болады ғой, бір үйректің кожасы сияқты бүдір-бүдір болып тұрады. Соның өзі ертең өсетін, қалдың өсетін орны екен. Жаңағы папилломаның өсетін орны. Папиллома дегеніміз папиллома вирусынан туылады. Ол вирус сіздің ағзаңызда болады. Сіз тек стресс, иммунитетіңіз түскен кезде олардың бәрі пайда болады. Сондай пайда болмас үшін кішкентай түбірлердің бәрін менде алып тастады. Мен оны білген жоқ. Мен тек 3 қалымды алдыруға барсам, сонымен қазір мен суреттерімді барлығын қоям. Жалпы мен барған кезде 20 шақты жаңағы лазермен күйдіріп алдырып тастады былай барлығын. Соның бәрін суретін қоям. Сол клиникадан шыққан кездегі түрімді, содан кейінгі ертеңнен түрімді және де жалпы барлығы орнына келді. Қашан 10-12 күннің ішінде, 10-12 күннің ішінде. Жалпы процесс былай. Мына жерді күйдіріп сізден лазермен алып тастайды. Алып тастаған орын қызарып тұрады. Ертеңнен корочка болып қалады, қабық болып қалады. Сіздер бір жеріңізді кесіп алсаңыздар, қанайтта сонымен үстінде қара қабық болып қалады ғой. Дәл сондай ол кішкентай қабық болып қалады. Сөйтіп қурап 10 күннің ішінде, 10-12 күннің ішінде жаңағы кішкентай нүктелер, ол үстінде қабықтары, сон қабықтардың бәрі түсіп қалады. Оны өзі қырып алуға болмайды. Неге? Өйткені қырып алған сайын астында жаңағы қызғылт сіздің теріңіз пайда болады ғой. Сондықтан терінің астынан тағы да үстінен 2-3 күннен кейін қабық жабылады. Сондай болмас үшін өзі түссе, сөйтсе сіздің теріңіз өзіңізбен өзіңіз жазылып кетеді. Қандай қызарға қаншаға дейін тұрады? Бүгін кетеді, Бұл сіз лазермен жасадыңыз, е? Да, лазермен. Дерматолог сіз, е? Дерматолог, онкология тоже есть. Сертификат специалиста. Все? Рахмет сізге. Пожалуйста. Ертегі суретте мен клиникадан келген кездегі түрім, мына жерде түбірлердің бәрін күйдіріп тастаған, жаңағы 2 папилломаны алып тастаған кезім. Тек жаңағы процедурадан келген түрім осы. Ендігі ертеңгі түрімді қазір көресіздер. Ертеңгі түрім былай шамал азайды, қызарғаны кетті, тек қана қабықтары қалды. Жаңағы түсіндірдім ғой, қабықтары түсіп қалады, сонымен орнына ешқандай ештеме қалмайды екен. Ол 10-12 күнге дейін созылады. Қыздар, келесі видеода мен арықтау туралы айтамын. Жалпы интервалды арықтау деген жалпы не? Кішкентай қысқаша басқа диеталардан айырмашылығы. Көп қыздар интервалды арықтауды жалпы басқа диеталармен шатастырып жатыр. Олай емес. Бұл диета емес. Бұл өмір бақи сіздің кешке қарай тамақ жемейтін ұсынатын мен нәрсем. Соны сіздерге барлығын дұрыстап түсіндіргім келеді. Сосын жүктіліктен кейін болатын стриялар туралы айтқым келеді. Стрия дегеніміз кожаның созылғанда жыртылатын жерлерді қалай өзіне келтіруге болады. Жалпы рахмет тыңдағандарыңызға. Келесі кездескенше сау болыңыздар.